Bismillahirrahmanirrahim. Ramazan ayı құлшылық айы. Алланың рахметінен үміт еткен барша мұсылман осы Рамазан айын барынша оразасын кәміл тұтып, басқа құлшылықтарына ерекше мән береді. Сол құлшылықтардың бірегейі, басқалардан артығы, ол түнде тұрып құлшылық етіп намаз оқу, тахаджуд намазын оқу. Абу Хурайра радиаллаху анхуден риуаят қылынған хадисте Алланың елшісі саллаллаху алейхи вассалам айтады: Абдалус салат ба'дал мактуба қиямул лейл дейді. Жазылған, бұйырылған намаздардан кейінгі абзал намаз ол түнде тұрып құлшылық еткен намазды айтады. Яғни тахаджуд намазы. Пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам тағы бір хадисінде ең абзал ораза ол Дауд алейхиссаламның оразасы. Және де одан кейінгі абзал намаз ол Дауд алейхиссаламның намазы. Дауд алейхиссаламның оразасы бір күн ораза ұстап, бір күн ауыз ашу болса, Дауд алейхиссаламның намазы түннің жартысында оянып, түннің 3-тен 1-ін құлшылықпен өткізіп, түннің 6-дан 1-ін ұйықтау деп пайғамбарымыз сүйіншілеген. Яғни бұл жерде айтылып жатқан нәрсе түндегі қосымша дінімізде сүннет болған, шариғатымыз сүйіншілеген, тек қана Алланың сүйікті пенделері, Алланың рахметін табамды үміт қылған пенделердің атқаратын амалы ол түнгі тахаджуд намаз. Кемелдікке жету үшін, күнәміздің жуылуы үшін, Алланың рахметіне, Алланың нығметіне лайықты болу үшін істейтін амал. Бұл туралы Аллах Тағала Құран кәрімде өзінің ибаду рахман, яғни рахманның құлдарын сипаттаған аятында وَالَّذِينَ يَبِتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّادًا وَقِيَامًا. Олар Раббілеріне түні бойы тек қана сәжде қылып және қиямда тұрып түндерін өткізгендер дейді. Яғни бұл жерде Аллах Субхану ва Тағала Құранда ерекшелеп сүйіншілеген құлдары ол ибаду рахман, өзінің рахманның құлдары деген сипат осылай. Және де тағы бір аятында Бисмиллахиррахманиррахим ва кану минал лейли ма яхжаун ва бил асхари хум ястағфирун. Олар түндерінде аз ұйықтап, таң сәрісін Аллаға истиғфар айтып жарылқалуын тілегендер дейді. Яғни Алланың құлы болу, Алланың сүйікті пендесі болу мақсатында істелінген құлшылықтар. Сондықтан мынау қасиетті Рамазан айында әрқайсымыз күндізімізді кәміл оразамен, Алланың бұйырған 5 парыз намазымен, түнімізді кешке тарауықпен, түнімізді осы тахаджуд намаздарымен, қиямул лейл, истиғфармен өткізген ол өмірімізге береке келіп, қияметте Алланың сүйікті пенделерінің қатарларында болуымызға нәсіп етеді. Аллах Тағала соны барлығымызға нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.